Мен бүгін сіздердің алдарыңызда өзімді ақтау үшін емес, ақиқатты айту үшін тұрмын. Себебі айтып отырған бұл іс қолдан жасалған жалған іс. Менің кінәмді дәлелдейтін бірде-бір нақты айғақ жоқ. Істе тек жалған жәбірленушілердің сөздері ғана. Тергеу мен сот барысы қылмыстық іс жүргізу кодексінің көптеген талаптарын өрескел бұзылды. Осы істе қоғамдық үлкен резонанс тудырған журналистер назарында екенін жақсы білемін. Бірақ дәлелсіз, заңсыз түрде мені кінәлі деп танып, менің ғана емес, менің отбасымның алдында да әділетсіз шешім болар еді. Мені ең қатты таңғалдыратыны осындай заңсыздыққа жоғарыда тұрған билік органдары мен қадағалаушы прокуратураның көз жұма қарауы. Мемлекеттік айыптаушы да менің құқықтарымның бұзылып жатқан істің чек екенін біле тұра, маған 15 жыл бас бостандығын айыру жазасын сұрап отыр. Бұл әділетсіздікке, заңға және адамгершілікке қарсы. Тергеу кезінде де, сот барысында да менің адам ұрлауға қатысым бар деген бірде-бір дәлел табылған жоқ. Орындаушылармен байланыс, телефон сөйлесулері, кездесулер, мұның ешқайсысы жоқ. Іс материалдарында ондай дерек те жоқ. Мен ешқашан қылмыстық жауапкершілікке тартылған емеспін. Бұрын сотталған да жоқпын. Менің отбасым бар, жұбайым, кәмелетке жасқа толмаған балаларым бар. Мен әрдайым адал еңбек етіп, заңды құрметтеген азаматпын.